Жасыл желекке оранған жас қала Нұр Отан партиясы орталық аппаратының барлық құрылымдық бөлім қызметкерлері демалыс күні елорданы көгалдандыруға үлес қосты. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев бастаған 100-ден астам Нұр Отандық ауа райының қолайсыздығына қарамастан Астанадағы жаппай жалпы қалалық сенбілікке қатысты. Таза қаланың тынысы кең, үрдіске айналған сенбілік елорданың көркеюіне көп үлес қосуда. Бірлігі бекем тұрғындар әр сенбіде бұл іске жұдырықтай жұмылып білек сыбана кіріседі. Солардың қатарында Нұр Отан партиясының қызметкерлері де бар. Партиялықтар қала тазалығы үшін деген тілекпен қолдарына күрек алып, 200-ге жуық жасыл көшет отырғызды. Осылайша Нұр Отандықтардың атсалысуымен Астанада тағы да бір жаңа жасыл аллея пайда болды. Осы үлкен істі біздің аймақтардағы барлық филиалдарымызда атқарып жатыр. Әр өңірлерде өтетін сенбіліктерде абаттандыру жұмыстарына белсенді қатысады. Бұл өзіміздің осы сүйікті қаламыз, елордамыздың өркендеу дамуына қосқан бір азғантай үлесіміз деп білеміз. Дәстүрге айналған игі іс-шараға жас отандықтар да белсене атсалысты. Жас отан жастар қанаты еліміздің бүкіл аймақтарында сенбілікке шығып отыр. Жастар тарапынан үнемі осындай акциялар, осындай сенбіліктер жалғасатын болады. Жас отан жастар қанаты еліміздің жастар саясатының авангарды ретінде үнемі осындай іс-шаралардың басында жүреді. Айта кетейік, елордада өткен сенбілікте 9 мыңнан аса жасыл көшет отырғызылды. Бұл жұмыстарға 120 мыңға жуық адам жұмылдырылған. Ақерке Бектас, Астана телеарнасы.